Мен зерттеушімін. Танымдық зерттеушілік байқауы. Тақырыбы интеллектум ойыны. Интеллектум ойыны баланы жан-жақты дамуына ықпал ететін қызықты әрі тиімді ойын. Ол балаларды ойланып жұмыс істеуге, ойлау қабілетін дамытуға және жаңа нәрселерді үйренуге жетелейді. Мен интеллектуалдымен ойнағанды жақсы көремін. Өте жақсы, Асанәлі. Сен интеллектуалды ойындар арқылы не үйрендің? Түсіндерді үйрендім. Тағы не үйрендің? Ажыратып үйрендім. Жақсы, түстерді ажыратып үйренді. Тағы не үйрендің? Санап үйрендім. Өте жақсы, санап үйреніп деген. Ендеше сен ең бірінші ойының қалай аталады? Пішіндер деп аталады. Ендеше осы жерде үлгіде, кітаптағы үлгіде тұрған пішіндерді құрастырып көрші қане. Жақсы. Жақсы. Өте жақсы. Қандай пішін шықты? Айта қойшы. Саршы. Иә, қандай түстерді алдың сен шашын жасау үшін? 2 қызыл түсті, 1 жасыл. Жақсы. Келесі ойыныңды көрсете қой, Асанәлі. Келесі ойының қалай аталады? Көбелектер. Көбелектер деп аталады. Иә, бұнда сен не істейсің? Балы жинайсың. Жақсы. Ендеше мен ортаға бір түсті лақтырамын. Сен тез бір көбелекті табуың керек. Соған сол түске сәйкес. Қане, ақ. Өте жақсы. Ендеше енді 2 түспен ойнаймыз. Ақ және сары. Қараймыз тез-тез. Қай жерде тұр екен? Жақсы, 2 ұпай жинады. Енді ойынымыз біздің Асанәлі қайда? Қиындай бастайды. Енді 3-еумен ойнаймыз. Қане, сары, қызыл және жасыл түсті табайық. Қане, дұрыстап қараймыз. Дұрыстап қараймыз. Мұқият болуымыз керек, балалар. Пішіндерде белгіленген, түстерде белгіленген. Қараймыз, асықпаймыз, қараймыз. Тауып үйренеміз, е? Өте жақсы. Міне, тапты не? Қандай түстер тұр екен? Қане, көрсете қойшы. Қызыл, жасыл, сары. Жақсы. Ал енді келесі ойының қалай аталады? Қалай аталады? Интеллектуалды ойынның аты қандай? Жақсы, таяқшалармен жұмыс деп аталады. Келе ғой. Енді таяқшалармен жұмысыңды көрсете қойған. Бұл жерде не істейсің сен? Үлгіге қарап, таяқшаларды санап аласың не? Неше таяқшадан ал деп тұр сенде үлгіде? Қараш? Бір көк түсті ал дейді, иә. Келесі. Айта ғой. Қандай түсті ал деп тұр? Қызыл түсті ал деп тұр. Ары қарай? Сары түсті ал деп тұр. Иә. Қоңыр түс. Жасыл түс. Міне, үлгіге ұқсады ма таяқшалар? Иә. Ұқсады, өте жақсы, жарайсың. Енді келесі тапсырмаңды орындай ғой, келе ғой. Тапсырма карточкадан жұмыс деп аталады, иә? Бұл ойын саған ұнай ма? Иә. Ұнайды. Ендеше мына карточкада не көріп тұрсың сен? Сәбіз. Және не? Ін көріп тұрсың, иә? Сәбізді не жейді? Қандай жануар жейді? Қоян. Жақсы, енді тез қоянды таба ғой. Қане, қоянды іздейміз. Қоян қай жерде тұр екен? Іздейікші, қане. Жақсы, міне қоянды тапты, иә? Қоянның көлеңкесі. Қоян қайда мекендейді екен? Інде мекендейді екен, иә? Қане, інді көрсете ғой. Жақсы, міне. Қандай түсті карточканың жұмысын орындадың? Сәбіздер. Карточканың түсі қандай? Жасыл. Жасыл түсті карточканың жұмысын орындадың. Өте жақсы. Саған интеллектуалды ойын ойнаған ұнай ма, Асанәлі? Ұнайды. Ұнайды екен, не? Қане, атап берші, мынау қандай ойын деп аталады? Тез тап. Тез тап деген ойын. Ал мынау қандай ойын? Таяқшалар мен жұмыс. Келесі ойынды көрсете қойшы. Бұл қандай ойын деп аталады? Бал жинау. Иә, немен жұмыс жасайсың бұнда бал жинағанда? Көбелектер. Иә, ал мынау қандай ойын деп аталады? Пішіндер. Өте жақсы, жарайсың.